Табиғат ғажайыптары буын үндестігі 9-шы сабақ. Сабақты бастаудан алдын тапсырмалардың жауаптарын мен ауызша айтып кетемін. Сендер сол жауаптарды дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Және видеоға лайк басып каналға тіркелуді ұмытпайық. 38-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Қазақстан қорықтары. Барсакелмес қорығы 1939 жылы құрылған. Қорықтың негізгі өсімдігі сексеуіл. Онда жусан, жыңғыл және басқа да өсімдіктер өседі. Қорықта құлан, қарақұйрық, ақбөкен мекендейді. Құстардан дала бүркіті, иттелгі, шағала, жылқышы, қаз, кішкене бозторғайларды көруге болады. Марқакөл қорығы 1946 жылы құрылған. Ол қорық оңтүстік Алтай тауларының шаршалы, самырсынды, бал қарағайлы ормандары мен Марқакөл табиғатын қорғауға арналған. Онда марал, елік, жыртқыштардан сілеусін, қасқыр, сондай-ақ құндыз тіршілік етеді. Өсімдіктерге де өте бай. Мұнда меңіреу, құр, тиін, Алтай тауларында Алтай ұлары, тұщы су көлдерінде аққулар мекендейді. Алакөл қорығы 1998 жылы құрылған. Еліміздегі ең терең көл. Алакөлдің сулы табиғаты осы қорықтың құрамында. Ол сазан жайын және басқа балықтарға өте қолайлы мекен. Алакөл қорығы өсімдіктерге де бай. Құстардан кекілік, қырғауыл, бірқазан, шағала, аңдардан борсық, барыс, аю, тағы басқа жануарлар мекендейді. Сонымен бірге қасқыр, түлкі, қарсақты көптен кездестіруге болады. Мәтіндегі деректерді пайдаланып кестені толтыр. Қорықтар: Барсакелмес, Марқакөл, Алакөл. Барсакелмес қорығының аумағын мәтіннен алсақ болады. Бұл жерде Барсакелмес аумағы 1939 жылы құрылған, және де оның аумағы өте үлкен. Марқакөл 1946 жылы құрылған. Алакөл қорығы 1998 жылы құрылған. Ондағы жануарлар: Барсакелмес қорығындағы жануарларды айта кететін болсақ, онда құлан, қарақұйрық, ақбөкен мекендейді, және де бүркіт, ителгі, шағала, жылқышы, қаз, кішкене бозторғайларды көруге болады. Марқакөл қорығындағы жануарларға жыртқыштардан сілеусін, қасқыр, сондай-ақ құндыз тіршілік етеді. Алакөлдегі жануарларға ол өсімдіктерге өте бай, және де ондағы жануарлар борсық, барыс, аю, тағы да басқа жануарлар мекендейді. Және ол жердегі өсімдіктерді айта кететін болсақ, Барсакелместе сексеуіл, жусан, жыңғыл және де басқа да өсімдіктер өседі. Марқакөл қорығында меңіреу құлақтар және де басқа да өсімдіктер өседі. Алакөл қорығында қорықтардағы құстарға тоқтала кететін болсақ, бұл жердегі Барсакелмес қорығында бозторғайларды көруге болады, және де қазды көруге болады, шағала және жылқышы деген құстарды көруге болады. Марқакөл қорығындағы құстарды айта кететін болсақ, мұндағы құстар Марқакөл қорығында құстар мекендемейді, және де Алакөл қорығындағы құстарға тоқтала кететін болсақ, Алакөл қорығында кекілік, қырғауыл, бірқазан, шағала, сол құстарды кездестіруге болады. Қорықтар аумағы бөліге қажет деректерді түрлі дереккөздерден тауып көр. Және де осы қорықтардың
аумағыны біз интернеттен немесе басқа да кітаптардан тауып көруімізге болады. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жаз. Бұл мәтіндегі қарамен жазылған сөздер Алакөл, Марқакөл және Барсакелмес. Бұл қорықтардың аттары. Осы үш сөзді теріп жазып аламыз. Бұл сөздер буын үндестігіне сәйкес келе ме? Себебін дәлелде. Барсакелмес бұл буын үндестігіне сәйкес келмейді. Марқакөл және Алакөл дегендерде олар буын үндестігіне сәйкес келмейді. Өйткені оның себебі бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішке болып жазылған емес. Буын үндестігіне сәйкес келмейтін тағы қандай сөздерді білесің? Үндестік заңына сай қазақ тілінің байырғы сөздері не бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішке болады. Қос, елік, тағы басқалар. Жуан, жіңішке дауысты дыбыстар мынадай сөздерде араласып келеді. Басқа тілден енген сөздерде кітап, қазір, математика, тағы басқа. Біріккен сөздер мен қос сөздерде баспасөз, Алакөл, аман есен, асты үсті және тағы басқа сөздер жатады. 39-шы тапсырма. Сөздерді қатесіз көшіріп жаз. Ақбөкен, айлакер, әсемпаз, өнерпаз, арбакеш, әуесқой, көкжал, сезімтал, еңбекқор. Осы сөздерді көшіріп жазамыз және де қарамен жазылған сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Ақбөкен қызыл кітапқа енген жануарлардың бірі. Түлкі өте айлакер жануар. Көкжал қасқырдың аты. Аққу өте сезімтал құс. Бұл сөздердің жазылуын есте сақта. 40-шы тапсырма. Суреттерге мұқият қара. Бұл суретте біз тоқылдақтың ағашты жеп жатқанын көре аламыз. Осы тоқылдақтардың біреуін сипаттап жаз. Тоқылдақтың түсі қара. Оның түрі кішкентай және тұмсығы ұзын, басы қызыл. Тоқылдақтың пайдасы ол ағаштағы зиянды жәндіктерді жеп, ағашты зиянды жәндіктерден қорғайды. 41-ші тапсырма. Ребусты шеш. Ребустың шешімі алай-түлей. Ребустың шешуі болатын сөз буын үндестігіне сәйкес келе ме? Дәлелдеңдер. Бір-біріңе айтып көріңдер. Ребустың шешуіндегі болатын сөз буын үндестігіне сәйкес келеді. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге тапсырма түсінікті болған болса, видео пайдалы болса, видеоға лайк басып және каналға тіркеліп кетеміз.